Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай өте дәмді профитроли дайындаймыз. Өте жұмсақ. Кремі өте нәзік. Ол үшін бізге осындай түбі қалың кастрюлемізге суымызды, сармайымызды, шым-шым тұзымызды салып, қайнағанша күтеміз. Қайнағаннан кейін ұнымызды кішкене разрыхлитель қосып араластырамыз. Астын азайтамыз. Орташа отта тұру керек асты. Тоқтамай асты күйіп кетпеу үшін араластыру керек жақсылап. Ешқандай ұнның кесектері қалмау керек. Негізі мынандай лопатка жарамайды екен, болса қаттылау анандай ағаш қасықпен араластырған жақсы екен. Мына жерде менде лопатка майысып кетіп жатыр. Сондықтан үзбей араластыра береміз. Мінекейіңіздер дайын болып қалды. Жақсылап араластырып. Мінекейіңіздер тестамыз дайын. Қамырымыз енді бөлек ыдысқа салам. Тезірек су үшін ашып-ашып қойсаңыздар болады арасын. Профитролиді пісіргеннен кейін, духовкаға салғаннан кейін ешқандай нетуге болмайды, аузын ашуға болмайды. Міне, енді жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Көрдіңіздер ме, мына жерде міне лопатка майысып кетіп жатыр. Араластыруға ыңғайсыз екен, сондықтан кеңесім ағаш қасықпен араластырыңыздар. Мінекейіңіз жұмыртқамыз сіңіп жатыр ақырын-ақырын қамырымызға. Осылай араластырамыз. Міне сіңді. Бірге бастады ұнымыз. Енді келесі жұмыртқамызды саламыз. Ұнымыз әлі қою, сондықтан тағы да жұмыртқа саламыз. Тағы да араластырамыз. Мен профитролиді пісірген кезде 2 листқа істегенмін ғой. Содан жаңағы 1 листімді салып, аузын жауып тастап, енді 2-ші листімді салайын десем, аузын ашуға тура келді ғой. Содан жаңағы есік ашылғаннан бірінші профитролидерім противендағы кішкене түсіп кетеді екен піскеннен кейін. Сондықтан есігін ашпауға тырысыңыздар. Есігін ашпаңыздар. Менің кеңесім. Міне 3-ші жұмыртқамызды салдық, тағы да араластырып жатырмыз. Араластыра береміз, тоқтамаймыз. Бірден анандай бір жұмыртқаны салып, одан 4-ші жұмыртқаны салғанда қоя салсам болатын еді. Көрсін, білсін, түсінбейтін адамдар мына жерде міне осылай болады деп, түсінсін деп қимай осылай салып жатырмын сіздерге. Көріңіздер, міне қамырымыз әлі де қою, сондықтан тағы да жұмыртқа саламыз. Орташа болу керек қамырымыз. Не өте қою емес, не өте сұйық емес. Міне 4-ші жұмыртқамыз. Ең оңай рецепт. Дайындап көріңіздер. Маған тіркеліп лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бір-бірімізді қолдайық. Каналымның дамуына көмектесіңіздер. Аяғына дейін көріңіздер видеомды. Мінекейіңіз, қамырымыз кішкене қоймалжың бола бастады. Міне, қамырымыз дайын деген сөз. Енді арнайы мешочыққа салып аламыз насадкасымен.
Духовкамызды қыздырып қоямыз алдын ала. Міне менде қамыр дайын. Енді бәрін салып шығамыз. Не дейсіздер, осылай. Өте дәмді болады екен. Менде кремі белковый крем. Сондықтан менің алдыңғы видеомда трубочкада қалай істейтіні бар. Сол жерден көрсеңіздер болады. Бұл жерде түсірмедім видеосын. Өте дәмді болады екен. Профитроли белковый креммен. Міне. 200 градуста 20 минут қана пісірдім. Өте жақсы піседі екен. Піскеннен кейін бірден духовкадан алып шықпаңыздар. Сол жерде тұрсын, әбден салқындасын, сосын алып шығасыздар. Міне мен екінші противенді толтырдым. Толтырған жоқ, екінші противенге осынша ғана шықты. Енді 20 минутқа 200 градусқа қойдым. Міне кеңіздер. Дәмді, дайын. Енді ішіне мен кремімді дайындап алдым. Белковый кремімді салам қазір. Астын тесіп істейін деп едім. Шпажкамен. Оған болмайды екен. Что-то мен істей алмадым. Сондықтан міне кеңіздер бетін кесіп начинка салдым. Ішіне салмасын салдым. Белковый крем өте дәмді болады екен. Бұндай дәмді болады деп ойламадым. Сондықтан пісіріп көріңіздер. Менің рецептіммен өте оңай. Ешқандай қиындығы жоқ. Міне кеңіздер. Осылай толтырдым кремді. Керемет болады екен. Міне кеңіздер, профитроллеріміз дайын. Өте дәмді, дайындап көріңіздер. Комментарий жазып, лайк басып, тіркеліп өтіңіздер. Келесі кездескенше достар, сау болыңыздар.